Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауырдың салмағы 1300-1800 граммды құрайды, кейде 2 килограммға дейін болуы мүмкін. Бауыр адам ағзасындағы қанды сүзгіден өткізіп, барлық улы заттарды және адам ағзасында жүретін биохимиялық процестерден пайда болатын зиянды заттарды залалсыздандырып, қанның тазалығын қамтамасыз етіп отырады. Дені сау адамда бауыр өзін-өзі тазалауға күші жетеді. Бірақ адам ағзасына түсетін токсиндердің мөлшері тым көп болғандықтан бауыр өз қызметін атқарып үлгермейді. Осылай бауырдың зақымдануы басталады. Адам ағзасына аса зиянды улы заттар қайдан кіретініне тоқтала кететін болсақ, ең бірінші орында арақ, темекі тұрады. Бұдан кейін экологиялық факторлар, мысалы машинаның түтіні, бензин, керосиннің буы сияқты улы зиянды заттар тыныс арқылы ауа мен өкпеге, одан қанға өтеді. Азық-түлік арқылы түрлі консерванттар, тамақ бояулары, жеміс, көкөністер арқылы нитраттар мен нитриттер, әртүрлі дәрі-дәрмектер және пестицидтер, осылардың бәрі бауырға орасан зор зиян келтіріп, бауыр қанды тазартып та, өзі тазарып та үлгермейді. Осылай дұрыс тазармаған қан бүкіл организмді аралап, органдарды улай бастайды. Бауырда нерв талшықтары жоқ. Сондықтан адам бауырының ауырғанын білмейді. Әбден асқынып шегіне жеткенде ғана бауыр ауырады және көп жағдайда емдеуге кеш болып жатады. Сондықтан бауырды ауыртпауды ерте бастан ойлап, шаралар қолданған жөн. Енді бауыр ауруларының түріне келетін болсақ, ең бірінші ол бауырдың майлы гепатозы. Оны стеатоз деп те айтады, немесе бауырды май басу. Қалай бауырды май басып кетуі мүмкін? Бауырда қалыптыда 5% май тіні болады, яғни липидтер болады. Ал белгілі бір себептерден бұл пайыз өседі де, бауыр клеткаларында май тіні ұлғая бастайды да, бауырдың майлы дистрофиясы дамиды. Адамда бауырдың майлануына алып келетін бірнеше себептер бар. Бірінші ол артық салмақ пен семіздік. Қай жағынан алып қарасақ та, көптеген аурулардың пайда болуындағы бірінші себеп осы семіздік пен артық салмақ. Бұл ағза үшін ең бірінші жау десе де болады. Себебі семіздік пен артық салмақ өзінің артынан 100-ге жуық ауруды ертіп келеді. Сол себепті жас мөлшеріне қарамай-ақ артық салмақ болса, одан міндетті түрде құтылуға асығу керек. Артық салмақ кезіндегі бауыр гепатозының даму механизмі. Висцеральды, яғни іштегі май жиналған кезде, бауырға сол жерден бос май қышқылдарының көптеп баруы орын алады, яғни стеатоз сатысы. Май қышқылдары бауыр гепатоциттеріне шоғырланып жинала бастайды, яғни бауырдың клеткалары. Оны гепатоцит деп атаймыз, соған жиналып шоғырланады. Одан кейін уақыт өте келе, май қышқылдары асқын тотығып, гепатоцитті зақымдайтын сутегі радикалдарын бөле бастайды. Міне осы кезде бауыр тіні қабына бастайды. Бұл сатысы стеатогепатит деп аталады. Стеатогепатит сатысында биохимиялық анализде ALT, AST ферменттерінің жоғарылауын көруге болады. Әрі қарай жалғаса берсе, уақыт өте келе фиброз сатысы, сосын бауыр циррозы дамиды. Бұл дегеніміз кәдімгі қалыпты жұмсақ бауырдың клеткалары қатты, тығыз талшықтарға айналып, немесе ешқандай қызмет атқармайтын ағаш сияқты болып қалады. Қорытындылай келетін болсақ, ағзада артық май тіні жоқ болса, бауырда сау болады. Бірақ сирек жағдайда майлы гепатоз арық адамдарда да кездеседі. Бірақ оның даму себептері бөлек. Екінші себеп аз қозғалысты өмір, гиподинамия, әрине артық салмақ жиналуына әкеледі. Үшінші, көп мөлшерде тез қорытылатын көмірсуларды тұтыну, түрлі тәттілер, майлы, рафинатталған тағамдар, полуфабрикаттар,
нәтижесінде артық салмақ. Төртінші себеп қант диабетінің екінші типі. Бұл ауру кезінде тең жарты пациенттерде стеатоз кездеседі. Бесінші себеп метаболикалық синдром. Әдетте семіздіктен, қант диабетінен зардап шегетін адамда болады. Оның критерийлері, яғни белгілері: бел өлшемі ер адамдарда 90-94 сантиметрден жоғары, әйел адамдарда 80 сантиметрден жоғары. Қан қысымы 130-85 мм сынап бағанасынан артық болуы, немесе антигипертензивті терапия қабылдау, яғни давлениеге қарсы дәрілерді қабылдайтын адамдар. Одан кейін қандағы глюкоза мөлшері 5,16 ммл-ден артық болуы. Қандағы триглицеридтер мөлшері 1,17 ммл-ден артық болуы. Қандағы жоғарғы тығыздықты липопротеидтер мөлшері ерлерде 1 ммол, әйелдерде 1,3 ммол-ден кем болуы. Міне осының белгілердің барлығы метаболикалық синдромның белгілеріне жатады. Ал бауыр май басуының 6-шы себебіне инсулина резистенттілік жатады. Бұл семіздік кезінде, қант диабеті кезінде болатын жағдай. 7-ші себебі дислипидемия, яғни қанда холестерин мен триглицеридтердің мөлшерінің көп болуы. 8-ші себеп ашығу немесе тез уақыт аралығында арықтап кету. Мысалы, аптасына 1,5 килограмм және одан да көп салмақ тастап қою. 9. Кей дәрілерді қабылдау. Мысалы, қабынуға қарсы стероидты емес дәрілер, глюкокортикоидты гормональды дәрілер, эстрогендер, амиодарон, тетрациклин, метотрексат сияқты дәрілер бауырға зиянды әсер етеді. 10-шы себеп гепатит С, Вильсон-Коновалов ауруы, липодистрофия, парентеральды тамақтану. 11-ші асқазан ішек резекциясынан кейін, яғни асқазан ішектің жарты бөліктерін кесіп алып тастау операциясынан кейін дамитын, ішектердің дұрыс тамақты сіңіре алмайтын жағдайлары, мысалы малабсорбция синдромы және ішектерде бактерияның шамадан тыс өсіп кетуі Сибир ауруы кезінде болады. Одан кейін 12-ші ол алкогольді, яғни бауырдың алкогольді майлы ауруы. Егер де сізде УЗИ арқылы майлы гепатоз анықталса, онда сізде артық салмақтан тез құтылу арқылы майлы гепатозды емдеуге болады. Себебі бұл гепатоз ең бірінші қайтымды сатысы. Яғни салмақ тастап УЗИге түссеңіз, міндетті түрде бауырдың ішіндегі май басқан клеткалардан арыласыз. Ал әрі қарай емдемей, дұрыс елемей, мән бермей жүре берсеңіз, ол гепатоз әрі қарай өшіп, өзінің даму сатысынан өтіп, тіпті циррозға дейін әкеледі. Ал өз кезегінде цирроз ол қайтымсыз. Ол кезде емдеу мүмкін емес.